Бейімбет Майлин, Күлпаш. Күлпаштың көңілсіздікке түсіп жүрген күндерінің бірі еді. Үстінде өрім-өрім болған, соң әр жерінен бір түйіп қойған ескі көйлек, оның сыртында тозығы жетіп тулаққа айналған қысқы ескі тон, басында селдіреген көне Бөкебайдың жырнағы. Бет-аузы көнектей ісіп, тоңып бүрісіп, үйдің бұрышындағы пешке арқасын сүйіп, мұңайып, терең ойға шомған адамша Күлпаш отыр. Жыртық күпіге оранып, бүк түсіп баласы Қали жатыр. Үй суық, жамаулы терезенің жыртығынан кірген ызғырық шекеден шыққандай. Үйдің ішін жылытуға пешке жағатын отын жоқ. Отын табылар жер де жоқ. Қара судан басқа дән татпағанына бүгін 3-ші күн. Алты аяғы қыс тартқаны аштықтың зардабы. Бар сенетіні байы мақтым. Ел қыдырып, тілек тілеп, ерте кетіп кеш келеді. Бірақ оның да табары жоқ. Әйтсе де мақтым кеткенде, сол бірдеме әкелетіндей көріп, өзін өзі алдастырумен ұзақ күнді кеш қылады. Бұл Күлпаштың бүгінгі әдеті емес, көптен бергі әдеті. Жағын суалдырып, жүзін сарғайтып, адам қарағысыз қылып барып, ақырында ісікке айналдырған осы әдет, осы шыдамдылық. Күлпаш осы кезге шейін өзінен бетер баласын аяумен келеді. Ауыл аймақ көрші қолаңдарынан сұрастырып алған сорпа суын баласына беретін болды. Соңғы кезде оның өзі де болмай кетті. Бұл ауылда отырғандардың бірсыпырасы өлмелі кедей. Бәрі де шықпа жаным шықпа деп отырған секілді. Бұрынғыдай ауысып тамақ беру абысын ажын арасынан кеміп кетті. Шағын тамақтың үстіне біреу келсе кірпік шешендей жиырылатынды шығарды. Мұны әсіресе Күлпаш сезеді. Бұрынды соң аш болсын, тоқ болсын тамақ үшін біреуге телміруді ар көретін Күлпашқа бұл оңай болсын ба, көрші үйлерге қатынауды сиретіп еді. Міне бүгін ақтық азық таба алмағандарына 3-ші күн. Іші қабысып, жүрегі қарайып, көзі бұлдырап, өлім сағатын күткендей ыпыны кетіп отыр. Әлі есіл дерті баласында. Ойлап отырып қабағын шыттып, кейістік тартқан кісі тәрізді баласына қарап, «Құдай-ай, не қылмысымыздан бұл күйге түстік екен?» деді. Жылап жіберді. Бүртік-бүртік ыстық жас үстіндегі жарғақ тонның омырауынан сырғанай бастады. Аштықтан басқа Күлпаштың мазасын алатын тағы бір ой бар еді. Ол ойды Күлпаштың қиналғанына бүгінгі 2-ші күн. Қыстың бас жағында жұртпен қатар соятын малы болмай, жалғыз атты ұрып алып, мақтым жаяу тілек тілеуге айналған соң, Күлпаштың бірге туған сіңілісі Раушан келіп, Күлпашты азғырған. «Осы жаманмен біраз күн өмір өткіздің ғой, енді қалған өміріңді қорлыққа салма. Жыл болса ауыр, осы бастан азбас тозбас қамыңды ойла», деген. Күлпаштың көңілін аудару үшін Раушанның ұсынатын адамы Жұмағазы. 40-50 қарасы бар. Бір ауылдың байы. Бұрынғы қатыннан бала қалған жоқ. Жасы биыл тап 40-та. Оған тисең өзің бей өзің қан боласың, дейді Раушан. Қыстың бас кезінде ептеп күнделік тамақ тауып ашыға қоймағандықтан, байыңды тастап байға тей дегенге Күлпаштың жүрегі тас төбесіне шығып кетті. «Қарағым, Раушан жанау, аузың барып неғып айтып отырсың?» деп еді.
Арадан 2-3 ай өткен соң аштық шеңгелін қаттырақ салды. Тұрмыс түрі қиындыққа айналған соң, әсіресе баласының тамақ сұрап жылағанына жаны төзбеген соң, кейбір кейістік тартқан уақыттарда Күлпаштың ойына Раушанның сөз түсетін болды. Бірақ ол сөздің өзіне пайдалы я зиянды екенін бұл уақытқа шейін айырып білген емес. Әйткенмен соны ойлады. Неге ойлайтынын өзі де білмейді. Әрі-сәрі болып жүргенде сіңілісі Раушан тағы келді. Күлпашты көріп аяды, жылады. Енді өлесің ғой. Жазған мен биыл не айтып едім деді. Күлпаш үндемей ойға шомды. Жүрегінде таласып тұрған екі ой бар. Жұмағазыға тисем тамағым тоқ, көйлегім көк болар еді. Қалижандықта аштырмауға болар еді, деп ойлады. Жастан қосылған қосағым еді, оны жылатып тастағанда не оңам, деп те ойлады. Екі ойдың бірі жеңіп шыға алмай өзі қатып отырған Күлпаштың басын одан жаман қатырды. Күлпаштың қажығанын, нақ бұрынғыдай қарысып кетпейтіндігін сезіп, Раушан сөзді кесіп айта бастады. Мына күйеуіңмен ұзаққа бармай өлесің. Сені өлімнен құтқаратын бізде де әл жоқ. Өзімізде сол Жұмағаздан күн көріп отырмыз. Енді сөзді қойып соған ти деді. Күлпаш күрсінді. Қалижанды қайтем, деді. Ойбай апа, баланың басы құрысын. Әуелі өз қамыңды же, артынан алдыра жатарсың, деді. Байын ауызға алмай баласын ғана атағаны, Күлпаштың әбден әлсіреп ескі қайрат, шыдамдылықтан айырылғандылығын білдірді. Жұмағазының нұсқауымен келген Раушан, апасының жайын сезген соң, істі бір жола бітірудің қамына кірісті. Күлпашты қызықтыра сөйледі. Не бар тамақ соның үйінде? Бұзылмаған қазы, біреулі ет, шұжықтың саны жоқ. Әлі күнге дастарқаннан наны үзілмес емес. Сені алып беремін деп біздің үйдегі күйеуің сөз қылғанда, одан артық қатынды іздесем де таба алмаймын ғой, деп қутың етеді. Бұзылмаған қазы, біреулі етті есіткенде Күлпаштың аузынан суы ағып, ынтығуға айналды. Бүрліктірген аштық тамақты есіткен соң, Күлпаштың еркін алып жеңгендей, жүрегі дірілдеп, көзі қарауытып, тием деген сөз еріксіз аузынан атылып шыға жаздап отырып, «Ей, қарағым-ай!» деп өксіп жылап жіберді. «Қарағым-ай, өздерің білші, мен естен таңған кісі ғой», деді. Жамаулы күлпіге оранып бүрісіп жатқан Қали жыбырлап, «Әже», деді. «Ау, қарағым», деді Күлпаш. «Әкем келді ме?» «Қарағым-ау, әкеңнің қарасы батсын». Таңмен кетпен мақтым әлі қайтқан жоқ. Күн батуға барып қалды. Боранды ызғырық азырақ серпіліп ашылып, бұлттың жиегінен шыққан күн мақтымның жамаулы терезесінің көзінен көрініп, босаға жаққа нұрлы сәулесін шаша бастады. Күлпаш пештің қасында жанында бүрсіп Қали жатыр. Ойға шомып біраз отырып, деп ауыр күрсінді. Бұл күрсіну күн батардың алдында қатындардың от жағып тамақ асатын еске түсіргендіктен шығып отырған емес. Бұл жүректі қаптап тоңтанып, іші бауырын елжіретіп, тұла бойын удай жайлаған қалың қасіреттің, ауыр дерттің ұшқыны еді. Бұл дертті Күлпаштың кірсіз таза жүрегіне салып отырған сіңілісі Раушан. Раушанға қосымша болып ызғарын төгіп бүрліктірген аштық.
Өткен өмірінде ойына келмеген істі Күлпаш істегелі отыр. Байынан айырылып екінші адамға, өткен өмірінде ойына кірмеген адамға тиюге уәде берді. Ертең мәңгі кетпек. Бірақ қалай кетпек, қалай айырылмақ, оны Күлпаштың өзі де білмейді. Раушан кеткелі ойлағаны жалғыз Мақтым. Мақтымның өзін айттырып, күйеу болған шағы көзіне елестейді. Жазғы кез, Мақтым ұрын келген. Түксиген қабақ, қушық мұрын, еңкек денелі қара сұр жігіт. Жұртқа қалай көрінетінін өзі білсін, әйтеуір Күлпашқа ұнауы анық. Күлпаш бір көргеннен ақ тәуір көріп кеткен. Содан бері екеуінің арасы әлі тәуір. Біріне бірі наз қылып сөйлескенде екеумізді қара жер айырар деп серттесетін. Мақтым үйде азғана жоқ болса, қайда кетті деп келгенше ынтық болатын Күлпаш осы сүйткен Мақтымын бүгін тастамақ. Әй, рақымсыз аштығай, кімдерді жылатпады, кімдер жыламады. Күлпаш өксіп жылап жіберді. Бүрісіп жатқан Қали қозғалып, әже деді. Немене қарағым, әкем келді ме? Далада тықыр білініп сықырлап есік ашылды. Қыржайып тырысқан қысқа тон, қаудырлап қатқан жаман тымақ, аяғында қонышынан басылған жаман етік, мойында дорбасы бар, жағы суалып, көзі адырайып, адам бейнесі кеткен біреу есіктен кірді. Бұл Мақтым еді. Күлпаш жалт етіп қарады да мұңайып кетті. Қали басын көтеріп алып, әке келдің бе? Келдім қарағым, деп кеңсемдеп, қалтылдап жыртық етігін сықырлатып, үйдің ортасындағы бағананың түбіне келіп, Мақтым салбырап отыра кетті. Қали сүйретіліп тұрып, екі көзі Мақтымның мойнындағы дорбада. Ептеп басын жақындатты. Мақтым жылап қоя берді. Қалқамау, дым жоқ. Күлпаш та жылады. Қали ауыр күрсініп, тәлтіректеп басып барып, күпісіне оранып, Күлпаштың қолтығына басын тыға бүрісіп жата кетті. Көп уақыт өтті. Қас қарайып үйдің ішін қою қараңғылық қаптады. Мақтым бағанаға сүйеніп әлі отыр. Оқта санда оқлейді. Күлпаш ойға шомған адам тәрізденіп, біраз отырып, бір кезде шошынған адамдай кенет басын көтерді. Ей, деді. Дауысы бір түрлі қалтырап, үйдің ішін жаңғыртырады. Жайма? Күлпаштың үні бітті. Не айтарын білмеді. Көзінен мөлдіреп жас төгіле бастады. Қатын бірдеме айтайын дедің бе? Әшейін. Бүгін Раушан келіп еді. Жай келіп бе? Күлпаш тағы сөйлей алмай, көз жасына булықты. Әлдене уақытта тағы да «Әй!» деді. Немене жазған айтсайшы? Біз осы қайтеміз, қайдан білейін? Біз өлмейміз бе? Өлетін шығармыз. Біз, деп тағы тоқталды. Біз айырылсақ қайтеді? Мақтым әлденеге қозғалғандай болды. Үй іші тым-тырыс. Жаңа туған айдың сәулесі түсе бастады. Қатын, сені деп отырсың? Айырылсақ. Раушан айтты ма? Иә. Қайлиды қайтесің? Деп Мақтым кемсеңдеп өксіп жылап жіберді.
Әттен кедейлік, әттен аштық қылдың-ау. Пеш пен Күлпаштың арасындағы қуысқа тығылап бүрсең деп жатқан Қали тағы қозғалды. Әже, деді. Қалқам-ау, не қыл дейсің? Тоңдым. Марттың іші. Жетіге созылған боран бүгін ғана ашылып, жылы шуақ күннің көзі ықтасындағы қардың бетін жылтыратып, терлетіп жатыр. Жерде бұрынғыдай ызғар жоқ. Арық малдар қысқа шығып, күн шуақтыға бұқтықты шөпті тіміскеп жүр. Ұзыннан созылған ауылдан оқшау жеке маңайында бұдыр жоқ. Қалың күртіктен моржасы зорға көрініп тұрған шеткергі үйге ауыл сыртындағы жіңішке жолмен жастау әйел аяңдай басып келе жатты. Бұл Күлпаш еді. Жұмағазға тигеніне 20 күндей болған. Аштықтың қанды тырнағы Күлпашты бұған да көндірген. Бірақ аштықтан құтылған екем деп қабағы ашылған Күлпаш жоқ. Жұмағазының үйіндегі 20 күн 20 жылдай ауыр болды. Әсіресе Қалиды сағынды. Жұмағазының үйіне барған күннің ертеңіне түнде Қали түсіне кірді. Күлпаш үйден шығарда қалқам деп барып Қалидың бетінен сүйгенде, өкпелеген адамдай аузын бұртитып тұрған орында қалшиып қалып еді. Түсінде де сол күйін көрді. Аузы бұртиып, көзі әлдеқайда бірдемеге тіркеліп қалған. Күлпаш қалқам деп бауырына тартса да, тас секілденіп орнынан қозғалмайды. Бір күні түсінде Мақтымды көреді. Ода ренжулі, ода ашулы. Әй, деп Күлпаш бір-екі рет сөйлесе де Мақтым жауап бермейді. Дүниедегі ең жақсы көретіні байы мен баласын ренжітіп, өзінің бассауға қылып кеткенін Күлпаш енді ар көре бастады. Өлсем солармен бірге өлсем болмайтын беді, деген ой кірді. Бір жағынан Мақтым жайын ойлады. Ала дорбаны мойнына іліп алып таңмен тамақ іздеп кетсе, тапсын таппасын кешке бір оралып соқпай қоймайды. Сондағы азаптанып жүргені қатын баланың қамы. Соларды аштан өлтірмеудің жабдығы. Сөйтіп жүрген адамның қадірін білмей тастап кететін не жөні бар еді? Күлпаш барғалы қайғы үстіне қайғы жамап, ақырында бүгін Жұмағазының үйде жоғын пайдаланып келе жатқаны еді. Күлпаш бұл жолы түрлі ойға мініп келеді. Мақтым ренжімесе де, басқа байға тидің деп ашуланбаса, ескі тұрмысқа қайта қайту да ойында жоқ емес. Аяғын 2-3 басып, қайта-қайта сол жақ қойнын сипап қарайды. Қойында 2 кесек ет бар. Біреуін Қалиға, біреуін Мақтымға деп жасырып пісіріп алған. Қарағым-ай, етті көргенде не дер екен, дейді оқтасанда. Ауылға төніп келгенде 2-3 ит үріп алдынан шықты. Күлпаш елеген жоқ. Кіребер шеттегі Ыбырайдікі еді. Биік қылып соғылған аққаланың басында Ыбырай тұр екен. Күлпаш оны да абайлаған жоқ. Жүрегі алып ұшып үйіне жеткенше асықты. Ыбырай танып, «Ау, келінбісің?» деді. Күлпаш сәлем қылды да жөнеле берді. Ыбырай бірдеме айтқысы келген кісі секілденіп, аққаладан аяғын 1-2 басып, түсіңкіреп барып тоқтады. Күлпаш үйіне жетті. Лапастың есігінен көзі түсіп, жүрегі қалтырап,
іздегеннен дым жоқ. Малтығым басып барып үйдің есігіндегі қарды аяғымен ысырып, есікті ашуға айналды. Жүрегі лүпілдеп соғып, көзі қарауытып, бір түрлі қорқыныш пайда болғандай тәрізденді. Бірақ неден сезіктеніп қорыққанын өзі де біле алмады. Білетін жайы да жоқ еді. Жан дәрмен қайраттанып зорға дегенде салдыма, есікті қозғап сықырлатып ашты. Суық леп бетке соқты. Терезеде жарық жоқ, үй тастай қараңғы. Күлпаш қалтыранып кетті. Үйге кірерін де, кірмесін де білмеді. Бір аяғын табалдырықтан ішке салып, есіктен қолымен ұстап қалтырап, «Қарағым!» деді. Үн жоқ. «Қарағым, қайдасың? Ей, бармысың?» Жауап жоқ. Күлпаш не қыларын білмеді. Жалтаңдап артына қарады. Жүгіріп терезеге барып, күртік қарды қолымен қопарып ашты. Нұрлы күннің сәулесі жамаулы терезе арқылы үйге түсіп жарық қылды. Түс кез екен. Күн тұп-тура пешке түскен. Қарды тастай беріп Күлпаш жалма-жан сығалап еді, пештің жанында ұйлығып бүк түсіп құшақтасып жатқан әкелі балалы екеуіне көз түсті. Іші елжіреп көзіне жас келді. Ұйықтап жатыр екен деп қуанып малтыға сүріне үйге кірді. «Қарағым, Қалижан, тұр!» Төніп келіп Қалиды сүйейін деп ұмтылғанда, көзі Мақтымның көзіне түсіп кетті. Көзі адырайып, аузы ашылып, тісі ақсиып жатыр екен. Күлпаш шошып, «Әй!» деді. Бұдан кейін не болғанын өзі де білмей, өліп жатқан байы мен баласын құшақтай құлады.